Бүгінгі сабақта айнымалысы модуль таңбасының ішінде болып келетін теңсіздіктердің тағы бір түрімен танысамыз. Тақтада қарасақ, модуль ішінде f от x өрнегі модуль ішінде g от x өрнегінен артық болады. Бұл өрнек өзіне мәндес болатын f от квадрат x үлкен g от квадрат x функциясы теңсіздігімен алмастырылып жазуға болады. Осыны пайдалануға мысалдар келтірейік. Мысалы, бірінші қарапайым мысал. Оны қалай шығарамыз? Біз қарасақ, бөлшектің бөлімінде 4 деген тұрақты оң сан тұр. Яғни бөлшектің бөліміндегі 4-ті біз ортақ бөлім ретінде алып, теңсіздіктің екі жағында 4-ке көбейтіп жіберсек болады. 4 оң сан болғандықтан, теңсіздіктің екі жағында оң санға көбейткенде теңсіздік таңбасы өзгеріссіз қалады. Сонда біз бірінші теңсіздіктің екі жағында 4-ке көбейтіп жібереміз. 7 қосылған модуль ішінде 3x плюс 1 үлкеніне тең 12 болады. Енді осы жазудан 7 теңсіздіктің сол жағындағы өрнекке қосылып тұр. Біз білеміз, теңсіздіктің бір жағынан екінші жағына санды қарама-қарсы таңбамен ауыстырсақ, теңсіздік таңбасы өзгермейді. Олай болса, плюс 7-ні сол жақтан оң жаққа қарай өткізіп жібереміз. Сонда бізде 3x плюс 1 артық немесе тең 5 деген шығады. Енді кез келген оң санның модулі оң санға тең болады. Ендеше 5-тің модулі ретінде қарастыратын болсақ, онда жаңағы қасиет бойынша теңсіздік таңбасының сол жағындағы өрнектің квадраты мен оң жағындағы өрнектің квадраттары түрінде жазсам болады. Енді теңсіздіктің оң жағында тұрған 5-тің квадратын сол жағына қарай қарама-қарсы таңбамен өткізіп жіберейін. Сонда бізде мынандай өрнек шығады. Енді квадраттарының айырымының формуласына салып, екі өрнекті көбейткіштерге жіктеп жіберейік. Ұқсас мүшелерін біріктіріп аламыз. Плюс 1 минус 5, олай болса, бұл жерде минус 4 деген сан шығады. 3x-тің өзі плюс 1 плюс 5, екі оң сан қосылады, 6 болады. Енді интервалдар әдісіне салатын болса, бірінші жақшаның нөлі 3-тен 4 болады екен. Яғни 3-тен 4 деп жазып қояйын. Екінші жақшаның нөлі минус 2 болады. Осы екі санды сан түзуінде кескіндеп жіберейін. Яғни бірмен кескіндейік. Айталық, төменде тең таңбасы бар. Тең таңбасы бар минус 2 жазылады. Жоғарыда 3-тен 4 жазылады. Жақшадан кейін бірден x айнымалысы тұр. Ендеше плюс, минус, плюс деп ауысады. Үлкен немесе тең болғандықтан мына аралықтар болады. Сонда берілген теңсіздігіміздің шешімдер жиыны минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, шексіздіктен минус 2-ге дейін бірігуі 3-тен 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады деп жазсақ болады екен. Ал енді келесі екінші мысалға қарасақ, теңсіздік таңбасының сол жағында да, оң жағында да айнымалысы бар өрнектер модуль ішінде тұр. Естеріңізде болса, біз 6-шы класста мынандай қасиетті өткенбіз. Егер а саны қандай да бір б санынан артық болса, онда оның кері бөлшектерін салыстырғанда теңсіздік таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысатын. Мысалы, біз 3 дейік. 3 2-ден артық болса, 3-тен 1 2-ден 1-ден кем болады. Осы теңсіздіктің қасиетін пайдаланып, біз теңсіздікті берілген бөлшектерді өзінің кері бөлшегіне ауыстырып алайық, және әрқайсының модулін анықтасақ, минус 4-тің модулі плюс 4 болады. Сонда біз мына жазуды x қосылған 3-тің модулі бөлінген 4 теңсіздік таңбасын қарама-қарсы таңбаға ауыстырамыз. x минус 2-нің модулі 8 бөлінген 8 деп былай жазсақ болады. Енді осы жазудағы тағы бір ескертіп кететін жағдай, бөлшектің бөлімінде x минус 2 мен x плюс 3 тұрғандықтан, x-тің мәні минус 3-ке және 2-ге тең емес екенін ескеріп кетуіміз керек. Себебі мына жерде бөлшек рационал өрнектер, ал біз оны кері бөлшекке ауыстырған кезде бүтін өрнектер пайда болды. Сонда бүтін өрнектің шешімі болатын сандар бөлшек рационал өрнектің шешімдері болмауы мүмкін. Яғни анықталу облыстарында
өзгеріс пайда болады. Енді бөлшектің бөліміндегі 4 пен 8-дің ең кіші ортақ еселігі 8. Олай болса, теңсіздіктің екі жағында 8 санына көбейтіп жібереміз. 8 оң сан болғандықтан теңсіздіктің таңбасы өзгеріссіз қалады. 8-ге көбейтсек, 8 бен 4 қысқарады да 2 қалады. Модуль ішінде x плюс 3. Үлкен 8 бен 8 қысқарады да x минус 2 қалады. Енді бағанағы өзіміздің қасиетімізге салатын болсақ, сол жақтағы өрнекті 2x плюс 3-тің квадраты үлкен x минус 2-нің квадраты деп жазсақ болады. Енді жақшаны ашып, 2-ні жақшаның ішінде тұрған өрнектерге көбейтіп, және оң жақта тұрған x минус 2-нің квадратын сол жаққа қарай өткізетін болсақ, бізде мынандай өрнек пайда болады екен. 2x дейік, жақшаны ашқан кезде 2-ні x-ке көбейтсек 2x қосылған 6 квадраты минус x минус 2-нің квадраты үлкен 0-ден. Енді квадраттардың айырымының формуласына саламыз тағы да. Сонда 2x плюс 6 минус x плюс 2. 2x плюс 6 плюс x минус 2. Үлкен 0-ден. Осы жерден ұқсас мүшесін біріктіріп жіберсек, 2x-тен x азайтсақ x болады. Плюс 6 плюс 2 оң сандар болғандықтан 8 болады. 2x-ке 1x қоссақ 3x. Плюс 6 минус 2 бұл бізге плюс 4 дегенді береді. Үлкен 0-ден. Енді әдеттегідей интервалдар әдісіне салып жібереміз. Минус 8, минус 3-тен 4 деген сандар шықты. Минус 8, минус 3-тен 4. Кәне минус болады екеуінде де. Енді айнымалысы жақшадан кейін бірден тұр. Ендеше плюс, минус, плюс болады. Үлкен аралықтары керек. Былай жазамыз да, сонда теңсіздіктің шешімдер жиыны бізде тең таңбасы жоқ болғандықтан мынаны жазамыз. Және бағана өзіміз айтып кеткен x-тің мәні минус 3-ке және 2-ге тең болмасын деген шарттарды қолдансақ, минус 3 саны минус 8 бен минус 3-тен 4-тің арасында жатыр. Минус 3 саны. Ал енді 2 саны мына жерде жатыр. Ендеше қазір теңсіздіктер шешімін жазған кезде осыны ескеруіміз керек. Сонымен минус шексіздіктен минус 8-ге дейін. Бізде тең таңбасы жоқ екен болса жай жақша болады. 8-ге дейін бірігуі минус 3-тен 4-тен 2-ге дейін, бірігуі 2-ден плюс шексіздікке дейін дейміз. Бірігуі 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Яғни берілген теңсіздіктің шешімдері осы үш аралықтың бірігуі болады. Және шешу барысында мүмкін мәндер жиынын назардан тыс қалдырмау керек.